Хиджаб дауа қайта. Хиджаб в Казахстане ведут лишь после изучения общественного. Тағалық хиджаб мәселесі тұрақталғандай болды. Хиджаб мәселесі күннің Хиджабов. يا من يرى يا من يرى مد البعوض Хиджаб деген не? Мұхтар Әуезов хиджабты шариғат шәлісі деп атаған. Хиджаб арабша сөз, кимешек қазақша сөз, бірақ мағынасы, мақсаты бір. Хиджаб сөзі жабылу, яғни ұятты жерлерін сақтау, қорғау дегенді білдіреді. Егер адам таза жақсы 2 метр матаны денені толық жабатындай тігіп киіп алса, бұл хиджаб болады, шариғат ережесіне сай болса. Құранда намаз деген сөз кездеспейді. Бұл түрік халықтарының арасында таралған сөз. Сөздің түбірі араб тілінен емес, парсы тілінен енген. Бірақ намаздың мағынасы 5 уақыт парыз болған. Құранда жазылған солятты білдіреді. Солят сөзінің сөздік мағынасы Алла мен оның құлы арасындағы байланысты білдіреді. Намаз немесе солят деген сөздердің қайсысын да атасаң да, оған қарамастан ислам ғибадатының мағынасы бірдей. Біз екі атауында қолданамыз, ал көбіне намаз сөзін қолданамыз. Бірақ бұдан мағынасы өзгеріп кетпейді, тек ислам туралы білімі жоқ адам ғана екі сөздің мағынасы бір екенін білмей, қазақтар ешқашан солят оқымаған, намаз оқыған деп айтуы мүмкін. Дәл осылай Құранда кимешек, шәлі деген сөз жоқ. Бірақ Құранда және хадисте жабыну парыз екендігі жайлы жазылған. Яғни кимешек, тағы да басқа толық жабатын киімдер осы функцияны атқарады. Ал Совет одағына дейінгі заманның қазіргі күнде фотолар, архивтерден шығып жатыр ғой. Кішкентай қыздарға дейін кимешек киіп алған. Кішкентай 7 жасар қыздар, 8 жасар, 10 жасар қыздардың өзі химар дейді арабтарда. Тек қана былай емес, мынадан былай түсіп тұратын химар дейді, кеудені барлығын жауып тұратын. Былай бірақ кие салатын. Беті ғана тесік болады да, сонда мына омырауын бәрін бірақ жауып тұратын. Фотоларға қарасақ, жас қыздар жаңағы кинода көрсеткендей сәукеле деген нәрсе емес. Кәдімгідей химар киіп жүр да. Кәдімгі хижаб киіп жүр. Сондықтан фактически неге келетін болса, ата-бабаларымыз таза исламмен жүрген ғой. Таза исламды таза ұстанған жас қыздар бәлиғатқа толды ма, бітті, кигізіп тастаған. Ол кейін киноларды бүйтіп шығарып, қазіргі адамдар бұрынғы заманда солай болған секілді ойлайды да. Киноларда көрсеткендей айтады да, бұрын бүйтпеген, сөйтпеген деп. Қазір реальный фотолар шығып жатыр ғой, баяғы 100 жыл, 200 жыл бұрынғы фотолар. Француздың бір кеп түсірген несі бар, бір орыстың кеп түсірген фотолары бар. Қазір архивтан шығып жатыр, ескі фотолар. Қарап отырсам барлығы неме? Химар дейді ғой, жаңа кимешекпен. Бәлиғат жасына толғанда оған әуретті жерін жабу парыз. Яғни бетімен екі қолынан басқа жерін жабу әйел адамға парыз, қыз балалардан бәлиғатқа толғаннан бастап. Я айюхан нәби кулли азважика. Ей пайғамбар, айтшы жұбайларыңа, уа банатика, қыздарыңа, уа нисаил муъминин, анау муъмин ерлердің барлығының әйелдеріне айтшы. Юднина алейхинна мин жалабибихин. Ана кимешек жаулықтарын үстілерінен бүйтіп киіп, басы ғана қалатындай қараңыз. Төмен қарайды, төмен етегіне дейін түсірсін деген. Бұл сахабалардың заманында осы нәрсе түскен кезде ансарлардың бүкіл әйелдері дереу бір азғантай уақыт ішінде жаңа бұйрықты орындап жіберген ғой. Сонда Айша анамыз айтады, мен ансарлардың әйеліндей бұйрық орындайтын әйелдерді көрмедім дейді. Артына тұра қалды дейді да бәрі. Не үшін айтып отырмын? Бұл нәрсе кимешек деп аталады. Жалабибихинна деген кимешек жаулық. Бұл біздің дәстүрде болған нәрсе.
жылжып, ай өтсе де ауысып жыл, кей жастар әлі салттан жаңылысып жүр. Қыздарын қырық үйден тыйған кеше, қазағымның басынан бағышып жүр. Мектеп жасындағы қаршадай қазақ қызы балаларын лақтырып жарысып жүр. Ал біздің сорлы қоғам әлі күнге орамал таққан қызбен алысып жүр. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب. Интернет желісінде мынандай мақала бар. Хиджабты қолдаушылар хадистегі Алла тағала сіздің сырт көрінісіңізге қарамайды, жүрегіңізге қарайды деген сөзге мән бермей жүр. Әйел және дін форумында айтылған сөз. Бұл форумда хадисті өз мақсатына бұрмалауы өте күлкілі. Бұл хадистің мағынасын жай қарапайым адамның өзі айтып бере алады, бірақ соның өзін түсіне алмайтын кей адамдарға арналады. Исламдағы ең ірі ғалымдарының бірі 11 ғасырда өмір сүрген имам Әл-Ғазалидің осы хадиске түсіндірмесі. Имам Әл-Ғазали айтты: бұл хадис жүрек Алланың назары түсетін жер екенін түсіндірді. Адамдар кемшілігін көріп қалмасын деп, жаратылғандар назар аударатын, бетін әсемдеп әуре болып тазалап әртүрлі тәсілмен әшекелейтіндер, бірақ жаратушысы назар түсетін, жүрегіне алаңдамайтын, жаратушысы кемшілік пен лас көрмесін деп, оны әртүрлі кемшіліктерден тазаламайтын және әдемі қасиеттермен әсемдемейтіндер неткен таңқаларлық. Атақты Құран түсіндірмешісі имам Мұхаммад Әл-Куртуби хадис туралы: бұл адам сырт көзге керемет болып көрінгенімен, оның жүрегінде не бар екенін Алла біледі, сол арқылы оны жазалауы мүмкін. Және адам сырт көзге жаман болып көрінгенімен, оның жүрегінде не бар екенін Алла біледі, сол арқылы оны кешіру мүмкін екенін көрсететін ұлы хадис. Яғни, ол форумдағы айтылған хадис жабыну фарз емес дегенді білдірмейді. Дәстүрлі киім картинасын талдау.
Сахналық қойылым кезінде немесе соңғы киноларда қазақтың дәстүрлі киімі десе, мына суреттегідей матасы ыңғайсыз, толық оюланған, қолы, кеудесі ашық тұратын киіммен шығады. Ал біз тарихи суреттерден көріп отырғанымыздай, қазақтың киімі ашық-шашық болмағанын білеміз. Бұндай материал матаның түрі күнделікті өмірде киюге жарамсыз, тек сахнаға арналған. Кейбір киімдерге көрпе жастыққа салатын оюды салып тастаған. Логикалық ойлансақ, әр қазақ күнделікті киіміне ою сала бермейді. Және қазақ қызы десе сәукелені жалпылдата береді. Сәукелені қазақ тұрмысқа шыққанда киген. Шетелдің мәдениетін қарасақ, свадебный көйлегі күнделікті киімнен басқаша. Сонда сол свадебный көйлегін алып, бәленше елдің киім дәстүрі осындай болған десек күлкілі емес па? Ал қазақ қызы тойында сәукеле киген кездің өзінде денесінің басқа жері ашық болмаған. Қорытындылай келе, қазақ қыздарына айтарымыз, өзіңізді қоршаған қоғамға қарсы тұру әлбетте оңай нәрсе емес. Бірақ мына дүниенің өткінші әрі қысқа екенін естен шығармаңыз. Өлімнен соң бәрімізді істеген істерімізге сай есеп күтіп тұр. Алланың бұйрығымен өмір сүрген сыйға бөленеді. Оның тыйымдарын бұзған жазаға ие болады. Ал егер сіз өзіңізді мазақ етіп, сізге кінәрат тағып жүрген адамдар себебінен хиджаб киюге батпай жүрсеңіз, мынаны біліңіз: есеп берер қиямет күні Алланың әмірін неге орындамадың деп сұрақ қалынғанда, әлгі адамдар сіз үшін жақтаспақ түгілі көмекке де келе алмайды. Хиджаб дәлме-дәл аудармасы жамылғы, яғни жасыратын зат. Хиджаб ретінде төмендегі шарттарға сай кез келген киімді айтуға болады. Беті, екі қол, білезікке дейін және Ханафи мәзһабы ғұламалары пікірінше екі аяқ табанынан өзге бүкіл денені жауып тұрады. Еркін киілетін дене пішінін білдіртпейтіндей кең болуы, өте жұқа болмауы тиіс. Иіссулар және өзге де парфюмерия түрі себілмеген. Егер пайғамбардың жұбайларынан бір нәрсе сұрасаңдар, онда бір қалғаның артында тұрып сұраңдар. Осылай істеулерің сендердің де, олардың да, яғни екеулеріңнің де жүректерің үшін шайтанның азғыруынан, яғни жаман ойлардан таза болмақ. Ахзаб 53. Құрандағы осы аят хиджаб аяты деп танылған. Бұл мүмін әйелдерге хиджабтың парыз болып түскені туралы бірінші аят. Мүмін әйелдерге айт, бөгде елдерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын, сондай-ақ зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ олардың өзіндігінен көрінгендері басқа: беті, қол-аяқтары және бүркеншіктерін омырауларына түсірсін. Зейнеттерін көрсетпесін, бірақ ерлеріне, әкелеріне, қайынаталарына, өз ұлдарына, өгей ұлдарына, аға бауырларына, олардың ұлдарына, әпке сіңлілерінің ұлдарына, мұсылман әйелдерге, қолдарындағы күңдеріне, әйел керек қылмайтын қызметшілерге, немесе әйелдердің ұятты жерлерін білмейтін балаларға көрсетулеріне болады. Және де көрік зейнеттерін басқаларға білдіру үшін аяқтарын ұрып жүрмесін. Алла тағала Ахзаб сүресінің 59 аятында: әй пайғамбар, жұбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт, үйлерінен шығатын болса, үстеріне жилбабын, яғни жамылғысын жапсын. Бұл оларды жеңіл күң емес, жезөкше емес, азат әрі пәк әйел екендігін тануға, оларға бөтен еркектердің тиіспеуіне жақын деп бұйырды. Осы аят көпшілік ғалымдардың мақұлдауы мен негізгі хиджаб аяты деп саналды. Бұл аят барлық мүмін әйелдер бөтен еркектерден бүкіл денесін жасыруы парыз екенін ашық білдірді. Осы аяттағы жилбаб сөзі араб тілінде бүкіл денені жабатын жамылғыш. Сахабалардың әйелдері осы аяттан соң бүкіл денесін жапты. Айша анамыздан, Алла оған разы болсын, жеткені: Әбу Бәкір қызы Әсма, Алла ол екеуіне разы болсын, Алла елшісінің, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, қасына жұқа киіммен кіріп келеді. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, оған қарап: әй Әсма, қыз бала балиғат жасына жеткен күннен бастап мыналардан басқа жерлері көрінбеу керек деп беті мен екі қолын білезігіне дейін көрсетті. Әбу Дауд. Алла елшісі, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, әйел қауымын қатаң ескертіп отырған: киімі бар, бірақ сонда да жалаңаш,
шайқалған жүрістерімен еркектерді еліктіретін әйелдер жаннатқа кірмейді, тіпті оның жұпар иісін де сезбейді. Әбу Хурайрадан жеткен хадис Имам Муслимнің жинағында келген.